24 кезет арнасындағы 5 минут уақыт толық мәлімет бағдарламасымен бірге өтеді, армысыздар. Солтүстік Қазақстан облысында 2 теміржол құрамасының қатысуымен ірі апат орын алды. Оған кінәлі МАЗ жүк көлігінің жүргізушісі болды. Ол өткелікте тұрып қалып, соның нәтижесінде 2 пойызбен бірдей соғысты. Жол көлік оқиғасының салдарынан 4 вагон рельстен шығып қалды. Ал жүк көлігінің жүргізушісі алған жарақаттарынан сол жерде көз жұмды. Төтенше оқиға Петропавлдан 18 шақырым жерде болды. МАЗ жүк көлігі реттемелі темір жол торабына шығып, тауар пойызымен соқтығысады. Осы кезде апат болған жерге Иркутск, Кисловодск бағытындағы жолаушылар пойызы жақындап келді. Онда кемінде 500 жолаушы болған. Машинист жедел түрде тежегішке басып үлгереді. Алайда соған қарамастан жүк көлігіне соғыспай өтуі мүмкін болмады. Бірақ жолаушылар арасында құрбан болғандар жоқ. Пойыздардың қатысуымен болған ең атышулы апаттар туралы толық мәліметте бүгін айтып береміз. Темір жол транспортының тарихындағы ең алғашқы оқиға 1815 жылдың 31 шілдесінде орын алған деп тіркелген. Апат ағылшындық Дарым графтығында механикалық саяхатшы паровозын көпшілікке таныстыру кезінде болды. Қазандық жарылып кетіп, паровоздан түк те қалмады және сол жерде 16 қызық құмар көрерменнің өмірін жалмаған болатын. Апаттың орын алуына себеп болған осы пойыздың конструкторы Уильям Брунтон өз туындысының жылдамдығын сағатына 5 шақырымға дейін жүргізуге тырысқаны, ал оның шекті жылдамдығы 4 шақырым болатын. Осыған ұқсас төтенше оқиғалар 19 ғасырда жиі болып тұрды. Темір жол хабарламалары енді ғана дамып келе жатқан кезде апаттар жылдамдық асырудан, құрамалардың рельстен шығып қалуынан немесе пойыздардың соқтығысуынан емес, бу қазандықтарының жарылуынан болды. Ал одан жолаушылар емес, локомотивтің машинистері және оқиға орнына жақын жүргендер қаза тапты. 20 ғасырда темір жол бүкіл дүние жүзінде негізгі байланыс құралына айналды. Пойыздар қазіргі таңда да қауіпсіз және ыңғайлы қатынас көліктері деп есептеледі. Алайда темір жол көлігінің тарихында қайғылы беттерде болды. Рельстегі апаттар өте сирек болып тұрады. Бірақ егер орын алса, құрбан болғандардың саны ондап, кейде тіпті 100 деп есептеліп жатады. Темір жол үстіндегі адамдардың алғашқы жаппай өлімі 1944 жылдың 3 қаңтарында болып өтті. Испаниялық Леон қаласының маңындағы туннельде бір-бірімен бетпе-бет келіп соқтығысқан 2 пойыз 503 адамның өмірін жалмады. КСР тарихындағы ең ірі темір жол апаты 1989 жылдың 4 маусымында Уфа қаласының жанында орын алды. 2 пойыздың түйіскен сәтінде көп көлемдегі газ жарылған болатын. Ол апаттың салдарынан зақымданған Сібір, Орал, Поволжье құбырынан шыққан газ еді. Сол кезде 645 жолаушы қаза тапты. Олардың арасындағы 181 балалар, кемінде 600 адам жарақат алған. 98 жылдың 3 маусымында әлем бойынша ең қауіпсіз және жоғары технологиялық деп танылған Deutsche Bahn, яғни Германиялық темір жолда апаты орын алды. Төменгі Саксония федералды жерінде жеңіл автокөлік жол жиегіндегі қоршауды бұзып, көпірдің үстінен темір жолдың үстіне құлайды. 700-ден астам жолаушысы бар және сағатына 200 шақырым жылдамдықпен жүріп келе жатқан пойыз шұғыл тоқтау кезінде рельстен шығып кетіп, жоғарыда айтылған көпірдің тірегіне барып соғылады. Нәтижесінде көпір сынып, оның бөлшектері жолаушылар құрамасының вагондарына құлайды. 100-ден астам адам қаза тапты. Темір жолдар жыл сайын жаңартылып келеді. Алайда оның өзі барлық жерде емес. Кейбір Азия елдерінде инфрақұрылымы өткен ғасырдың ортасындағы деңгейде әлі тұр. Темір жолдардың көңіл көншітпейтін жағдайы кейде қайғылы оқиғаларға себеп болып жатады. Осындай оқиғалардың біреуі 2004 жылдың ақпанында Иранда орын алды. Рельстен мұнай тасып бара жатқан вагондар шығып қалған. Апатты тамашалап көру үшін жақын маңдағы ауылдың тұрғындары, журналистер тіпті осы қайғылы оқиға арқылы беделін көтергісі келген саясаткерлер де келген болатын. Қатты ыстықтан вагондар жарылып кетеді. Жарылыстың салдарынан 295 адам қаза тауып, тағы 460 жарақат алған. Ал темір жол индустриясының тарихындағы ең қорқынышты да қайғылы оқиға 2004 жылдың 26 желтоқсанында болды. Және бұл апат жолдың жағдайы немесе жылдамдық асырумен байланысты емес. Адами фактордың да бұл жерде ешқандай қатысы жоқ. Қайғылы оқиға Шри-Ланка жағалауына түскен цунамидің кесірінен орын алды. Өте үлкен толқын жағалаудан бірнеше метр жерде өтіп бара жатқан құрамды темір жолдан шайып кетеді. Осы қайғылы оқиғаның салдарынан пойызда кетіп бара жатқан 1900 жолаушының 150-ге жетер-жетпесі тірі қалды. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын ғаламтордағы біздің аккаунттарымызда тауып, сонда талқылай аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.